текшердім. Мына баламыздың қанша жылдық еңбегі ақталып жатыр. Бұл жерде, бұл залда қаншама тер, қаншама көз жасы да еңбекте болып жатыр. Мысалға болсақ, ал балалар сендердің бұл соңғы және алғашқы жетістіктерің болмасын. Бұдан да биік жетістіктерге жете беріңдер, өсіңдер, дами беріңдер, тоқтамаңдар, үлкен жетістіктерге жете беріңдер. Еңбектеніңдер, тренировкада жақсылап, әр движенияны, әр исполненияны дұрыстап, техникасымен жасасаңдар, сіздерде бәрі жақсы болады. Ал ата-аналар бүгінгі келгендеріңіз үшін көп рахмет. Осылай маған сеніп, балаларыңыз табыстап жатсыздар. Көп рахмет сіздерге. Балаларыңыздың еңбектеріңіз бағалансын. Бұл гимнастика деген ол оңай нәрсе емес. Қаншама залда мысалға жастарда төгіліп жатыр, спорт болғаннан кейін 1-де, 2-де, 3-де, 3-ші орында болады. Әрқашан жеңісте де, балаларыңызды әрқашан қолдаңыздар. Ал 3-ші жасөспірімдік разрядты спортшы Башқа Üçüncü razrядты спортшы дәрежесі Берков Айымға берілсін. Үшінші жасөспірім разряды Сарқынбек Тәліпов берілсін. Көрген гимнастикада Қазақстан Республикасының спорт шеберіне үміткер Екпін Айша марапатталды. Үшінші разрядты спортшы Қанжарық Айымға берілсін. Үшінші жасөспірімдік разряды Садық Данайға берілсін. Спортшы Садарова Бақараға берілсін.
тарапымен өйстіп келіп қыздарды қадағалап Данай анама баста рахмет. Осы бәрін иә Назира деген кісіге осындай кішігірім бөліп рахмет. рахмет. Папа Ай,